Саламатсыздар ма үйренушілер? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол логикалық өрнектер. Ең алдымен логикалық өрнектерге тоқталайық. Логикалық өрнектердің түрлері. Бұл жерде логикалық өрнектер, мына біз үнемі кездесетін логикалық өрнектерді жазып тұрық. Және немесе емес деген. Және деген ол бізге түсінікті. Яғни тек қана екі жақта ақиқат болғанда ғана ақиқат болады, қалған жағдайдың барлығында жалған болады. Ал немесе тек қана екеуі де жалған болған жағдайда ғана жалған болады, қалған жағдайдың барлығында ақиқат болады. Ал емес керісінше, мысалы жалған болса ақиқат болады, ақиқат болса жалған болады. Енді логикалық жәненің мағынасы ол екі өрнектің мәні ақиқат орындалуы керек дегенді білдіреді. Яғни екеуі де мынау да ақиқат болу керек, мынау да ақиқат болғанда ғана ақиқат болады. Яғни ереже x1 мен ақиқат және x1 2-де ақиқат болғанда ақиқат болады, ал басқа жағдайдың барлығында жалған болады. Мысалға мынede көріп өтсек, 1 мен 0, біреусі ақиқат, біреусі жалған. Онда мына жалған болады деген сөз. Ал мынау да бір кез келген сан, бір 0 емес. Бұл ақиқат. Ал мынау да бір 0 емес кез келген сан, бұл да ақиқат. Сол себепті мына өрнектің мәнінде ақиқат пен ақиқат болады. Ақиқат және ақиқат болады. Енді нерде біз ешқандай айта алмаймыз, себебі А-ның мәні, Б-ның мәні белгісіз. Енді бұны біз нақты кодтан жазып көрсек те болады. Көз жеткізу үшін мен дайындап жазып қойғам. Көрейік онда. Көрейік. Бізде жалған дейді. Неге? Енді мынау керек емес А мен Б дегеніміз. Бұл біз А мен Б-ның мәндерін білмейміз ғой. Амнан бөлек істейік, өйткені просто бір-біріне әсер ететін. Сондықтан мынаның бастарына өзі жаза салайыншы. Бірінші, екінші деп. Бірінші, екінші деп. Енді көрейік. Біріншісі ол жалған болды. Жалған болды. Өйткені мынау біреусі ақиқат, біреусі жалған. Сондықтан бұдан не шығады? Бұдан жалған шығады. Яғни бұл тең 0-ге. Енді екіншісі ол мынау да 0-ге тең емес, сондықтан бұл да ақиқат болады. Ал және мына жақта 0-ге тең емес, бұл да ақиқат. Сондықтан бұдан не шығады? Екі ақиқат болған жағдайда ақиқат болады. Яғни 1. Бұл түсінікті. Енді біз слайдқа қайтадан оралайық. Енді логикалық немесе ол логикалық жәненің мағынасы ол біреуі орындалу керек және деп кеткен екенбіз. Бұл жерде бұл немесе мынаны көшіріп ала салайын да жерге қояйын. Жалғастыра берейік. Әміне. Логикалық немесенің мағынасы екі өрнектің біреуі орындалу керек дегенді білдіреді. Mesela мына бірінші өрнек пен екінші өрнек, оның жазу формасы мынандай болады, екі тік сызық. Ережесі ол бірінші өрнек жалған немесе екінші өрнекте жалған болғанда ғана жалған болады, қалған жағдайдың барлығында олар ақиқат болады. Яғни мына жерде қандай болады? Бір ақиқат немесе жалған. Бұл жәнегі ақиқат болады.
мынеде екі ақиқат, бұл да ақиқат болады. Мынеде екі жалған. Бұл тек қана осы кезде ғана тек жалған болады. Бұл нақты кодтан жазып көрейік. Мына жерде бар. Көшіре салайын да қояйын. Мына жерде не? Мыналар керек емес. Бұл А мен Б-ға байланысты болғандықтан аның бәрін, бұның мәндерін беру керек. Яғни бірінің астына бірін түсіріп отырайын. Былай түсіре салайын. Түсінікті ғой. Мына жерде көріп отқандай ақиқат немесе жалған ол ақиқат болады. Ал екі ақиқат ол да жаңа ақиқат болады. Ал екі жалған болған кезде ғана, екі жалған немесе жалған болғанда ғана жалған болады. Бұл түсінікті. Бұл мектептен де оқығансыздар, информатика пәнінен. Енді логикалық емес ол бір-ақ өрнекте қолданылады. Оның ережесі. Мысалы, мына өрнектің алдына деп белгісі қойылады. Мына жерде мен оны жаңа жерге берейік. Ережесі ол сол бір өрнек жалған болғанда ақиқат болады, ал ақиқат болғанда жалған болады. Мысалға, мына 18 деген ол 0 емес, сондықтан бұл ақиқаттың терісі ол жалған. Ал мынау жалған. Ал оныкі жаңа көріп отқандай ақиқат болады. Ал мынаныкі 0 емес қой. Сондықтан бұл ақиқаттың терісі ол жалған. Енді өрнекке байланысты. Бұны уақыт дегенде көретін боласыздар әрине. Көрсетеміз. Мына жердегі сол мысалдарды алайын, алдыңғы үшеуін алайын, мына соңғысын бәрібір өшіреміз, өйткені ол А мен Б-ға байланысты болады. Мына жерде көрейік. Бұнымен бірінің астын бірін түсіріп отырайын. Көрейік. Біріншісі ол ақиқат болатын. Ақиқатты терістедік, ол жалған болды. Екіншісі ол жалған болған. Жалған терістедік, ол ақиқат болды. Үшіншісі ол ақиқат болған. Ақиқаттың емесі ол жалған болды. Бұл түсінікті. Сайтқа оралайық. Сайтымыз аяқталған екен. Сабақ бітті. Сау болыңыздар.